Баяғыда таудың қиясын мекендеген бір ерекше қасиетті қыран өмір сүріпті. Өзгелерге өрлігімен өнеге болған әлгі бүркіт бір жылы өмірінде бірінші рет 3 балапан басып шығарыпты. Балапандардың қанаттары қатайып, ұясынан ұшып шығуына аз уақыт қалғанда бүркіт 3 балапанын уысына қысып, теңіз төсіне алып шығыпты. Ұшып келе жатып ол, өзіндік өмірге қанат қаққалы тұрған балапандарынан соңғы рет сынақ алып, былай деп сұрапты. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп бағып қаққанымды жақсы білесіңдер. Ертең өскен соң, осының өтеуі ретінде маған қандай жақсылық жасайсыңдар депті. Біріншісі ойланбастан айтыпты. Анашым, сенің ақ сүтіңді ақтау үшін қолымнан келгенінің бәрін жасаймын. Мен сені өмір бойы қанатыма мінгізіп алып жүрем. Дүниенің 4 бұрышын түгел аралатам. Таңғажайып тамашаларды көзіңмен көретін боласың. Бүркіт сонда басын шайқап, осындағы балапанын теңізге тастап жіберіпті. Бірінші балапан теңіз тұңғиығына батып кете барыпты. Сонда екіншісіне бұрылып, ал сен не айтасың депті. Екіншісі айтыпты. Анашым, мен сені ел аралатып, босқа әуре қылмаймын. Ғаламның барлық кереметтері мен қызықтарын алдыңа әкеліп берем. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болады. Бүркіт тағы да басын шайқап, оғысын жазып жібергенде, екінші балапан да біріншісінің соңынан кете барыпты. Бүркіт үшінші балапанына бұрылып, жарықшақ толы дауыспен былай депті. Ал сен мені қалай жарылқамақсың? Сонда үшінші балапан былай деп үн қатыпты. Анашым, өтірік қанша тәтті болса да, саған ащы ақиқатты ақтармасқа амалым жоқ. Маған жасаған жақсылықтарының шеті де шегде жоқ екенін, оны өтеуге менің барлық ғұмырым жетпейтінін жақсы білемін. Дегенмен, менің өмірім сені әлемді аралатуға да, сан түрлі ғаламаттарды алдыңа алып келуге де арналмайтынын айтқым келеді. Мен сенің маған жасаған жақсылықтарының барлығын өз балапандарыма жасау үшін өмір сүретін боламын. Кәрі бүркіт сонда ғана көкіреккері терең демалып, біздің әулет аманатын алға апарар, қыран деген атқа лайық бола алар, ұрпақ туылғанына көзім енді жетті деген екен. Әңгімемді соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бұл әңгімемен әке-шешемізден алған жақсы тәрбиемізді өз балаларымызға жалғастыруымыз міндетті екенін байқауымызға болады. Алланың нұры жаусын.